Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оқтаумен қамырын жаймайтын және оңай тез жасалатын креммен балды тортын жасайтын боламыз. Алдымен балға ас содасын салып, осындай жай отта араластырып отырып, балымызды қоңыр түске енгізіп аламыз. Осылай 3-4 минут араластырып тұрсаңыздар, осы балымыз содамен қосылып көпіріп әппақ болып, және қою карамельді түске енетін болады. Оттың астын жай қойып араластырып отырасыздар. Және тоқтамай араластырып тұруларыңыз керек, өйткені бал күйіп кетуі мүмкін. Отымыздың астын өшіреміз. Енді осының үстіне сары майды қосып араластырамыз. Сары майымыз ерігенше. Балдың ыстығымен осы сары майымыз толықтай ериді өзі де. Енді осы кезде кішкене салқындағанша массамыз жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Төменгі жылдамдықтан жоғарылатып отырып. Енді осы кішкене жылы массаға келген сұйықтық массамызды жұмыртқаға қосып, екеуін бірге миксерлейтін боламыз. Толықтай араласқаннан кейін електен өткізілген міндетті түрде ұнымызды қосып, бірнеше бөліктерге бөліп отырып араластыратын боламыз. Осы керекті заттардың грамдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Мінекей массамыз осындай қоюлықта болып шығады. Өте қатты сұйық емес және қатты қою емес. Қаймақ тәріздес болады. Енді осы дайын қамырымызды өзімізге ыңғайлы формаларға жазсақ болады. Мен мына жерде торт жинайтын кальцоның формасымен дөңгелек етіп пергамент қағазына сызып алдым. Диаметрін 22 қылып сыздым. Сіздер өз қалауларыңызша сызсаңыздар болады, немесе 4 бұрышты етіп пісіріп алсаңыздар да болады. Осы сызып алған пергамент қағазын төңкеріп, астыңғы жағына қамырымызды 3-4 қасық салып, тегіс етіп, домалақ етіп жайып шығамыз. Және осы кезде духовкілеріңізді қыздырып қойыңыздар 180 градусқа. Міне осылай домалақ тегіс етіп жайып шықтым. Осы қамырларымыздың барлығын осылай теңдей етіп бөліп, 180 градуста 7-8 минуттай пісіріп аламыз барлық қамырларымызды. Құрметті көрермен, менің каналымды қолдап, тіркеліп, және өз пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне дайын қамырымызды пешкіміздің формасына салып, пісіріп алатын боламыз. Қамырларымызды пісіріп болғанша кремін дайындайтын боламыз. Менде 20% қаймақ, осыны 2-3 қабат марлеге өстіп салып, суын шығарып, кішкене 1 сағаттай қойып қоятын боламыз, осындай сүзгішке қойып. Қаймақты осылай 1 сағатқа қойып қоямын. Ал қамырларымыздың барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Осындай жұмсақ жұқа болып шығады. Барлығын салқындатып аламыз. Мінекей қаймақты осылай сүзгіштен қойған кезде осындай суы шығатын болады. Және қаймағымыз қою болады. Енді осының үстіне сахарный пудраны қосып араластырып аламыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Кәдімгі силиконды күрекшемізбен, қасықпен араластыра берсек болады. Осылай толықтай етіп араластырып аламыз. Мінекей креміміз дайын. Өте оңай крем.
Бұл тортқа сливкиден жасалған крем жасасаңыздар да болады. Немесе қайнатпалы кремнен жасасаңыздар да болады. Менің каналымда Наполеон тортын жасаған кездегі қайнатпалы крем жасаған болатым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Оң жақ бұрышқа видеоның сілтемесін қалдыратын боламын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші коржға осылай қаймағымызды жағып, бір тегіс етіп, барлығына бірдей жететін етіп жағыңыздар. 3-4 қасықтай жағып отырамыз. Және бірдей болып, тегіс болып жиналу үшін мен тортты жинайтын кольцо кигізетін боламын. Сонда тортымыз бір қалыпты болып, бір жағына қарай қисаймай түзу жиналатын болады. Мінекей барлық корждарымызды осылай креммен жинап шығатын боламыз. Осы жерде мен бір коржды алып қалып, оқтаумен ұсақ етіп, уатып дайындап қойдым. Бетіне және жан жағына жабыстыру үшін, сеуіп шығу үшін. Мінекей барлық корждарымызды жинап болдым. Енді кольцоны алып, осылай артық кремдерін жан жағына жағып шығатын боламын. Мінекей бір коржды осылай ұсақ етіп оқтаумен уатып алған болатымын. Енді осы коржымызды ұсақталған бетіне сеуіп шығамыз және жан жағына жабыстырып шығатын боламын. Балды тортты осы рецептпен жасасаңыздар өте оңай жасалынады және өте қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Кремі де өте дәмді және оңай жасалынатын, көп уақыттарыңызды алмайды. Және жасалынған тортты 1-1,5 сағаттай холодильникте ұстаңыздар, сонда кремі сіңіп өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.